қош келдіңіздер. Менің есімім Шалқар Ақнұр. Ал сұхбатымызды бастайық. Бүгін біз ОБТ және ОБТ мамандығын таңдау тақырыбында сұхбаттасатын боламыз. Біздің қонағымыз өзінің бағаларымен нәтижеленіп жүрген алтын белгіге үміткер оқушы. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Еркінбекқызы Кәусар. Бүгінгі сұхбатта біз Ақнұр екеуміз сіздерге қалай ОБТ-ға дайындалу керек екенін, ОБТ жолында қиындықтарды қалай жеңу керек екендігі туралы бөлісетін боламыз. Кәусар, сіз үшін ОБТ деген нені білдіреді? ОБТ дегеніміз бұл мен үшін белгілі бір тест емес. ОБТ дегеніміз мен үшін бұл менің бір үлкен ересек өмірге деген алғашқы бір қадамым сынды. Алтын белгіге үміткер болу сізге қандай жауапкершілікті артады? Алтын белгіге үміткер болу маған өте көп жауапкершіліктерді артады. Бірінші кезекте алтын белгі мен үшін бұл тек қана медаль емес. Алтын белгі дегеніміз бұл менің 11 жылдық еңбегім. Сол себепті де алтын белгіге үміткер болу бұл маған осы ОБТ сынағынан сүрінбей жоғарғы нәтижені көрсету секілді жауапкершіліктерді артады. Болашақ мамандық таңдаудағы сізде қиындықтар болды ма? Я, әрине, болашақ мамандық деген өте маңызды шешім болғандықтан, әрбір түлекте осы шешімге келгенде белгілі бір қиындықтар туындайды. Мысалы, егер мен алып қарайтын болсақ, Ақнұр, мен сіз секілді осы журналистика мамандығына қызығып жүргенмін. Кейін мен ойымды өзгерттім. Мен қазіргі таңда халықаралық қатынастар және дипломатия мамандығын таңдап отырмын. Себебі мен өзімді медиа саласында емес, саясатта көретінімді түсіндім. Осы ОБТ болашақ мамандығыңызға әсер етті ме? Иә, ОБТ-ға дайындық бұл менің мамандығыма тікелей әсер етті десек те болады. Себебі ОБТ-ға дайындық барысында мен өзімді тұлға ретінде қалыптастырып үлгердім. Өзіме жауапкершілік арқалауды үлгердім. Сонымен қатар белгілі бір құндылықтарды түсіндік десем де болады. Соның бірі осы уақыттың құндылығын түсіндім. Сонымен қатар уақытымды жоспарлап үйрендім. Осының бәрі маған болашақ мамандығыма үлкен көмегін тигізеді деп ойлаймын. Осы алтын белгі жолында немесе ОБТ жолында сіздерге мұғалімдер көмектесе ме? Өздерінің білімдерін, ойларын айтып? Иә, әрине мұғалімдер бізге үнемі қолдау білдіріп отырады. Егер де біз бір тақырыпты түсінбесек, біз кез келген мұғалімге барып осы тақырыпты қайтадан түсіндіріп беруіне сұрай аламыз. Бізге біздің ұстаздар үнемі көмек көрсетеді. Бірақ та кейбір мұғалімдер оқушылардан көп нәрсе талап етеді, басқа мамандыққа ауысуын талап етеді. Оған көзқарасыңыз қандай? Менің ойымша бұл жағдайда ұстаздікі дұрыс емес. Себебі болашақ мамандықты таңдау деген ол әрбір түлекті заңмен бекітілген құқығы. Ал оған қол сұғушылық дегеніміз ол болашақ түлектің деген барлық арман мақсаттарына қол сұғушылықпен тең. Сол себепті де бұл кезекте ұстаздар керісінше түлектерге қолдау көрсетіп, оларға көмек берсе деймін. Осы ОБТ-ға дайындық кезеңде қай кезден бастау керек? Көбінесе 10 сыныптан бастау керек деп айтады. Менің ойымша ертерек бастаған түлектің өзіне тиімдірек болады. Егер сіздер 10 сыныптан бастайтын болсаңыздар, онда бірінші кезекте сіздер тек қана математикалық сауаттылықпен Қазақстан тарихы пәндеріне назар аударғаныңыздарыңыз жөн. Себебі 11 сыныпқа көшкенде сіздер бейіндік пәндеріңізді ауыстырып тастауыңыз мүмкін. Сол себепті де 10 сыныпта егер дайындықты бастаймын десеңіздер, тек қана математикалық сауаттылықпен Қазақстан тарихына дайындалыңыздар. Осы ОБТ пәндерін таңдауда қиыншылықтар болды ма сізде? Менде белгілі бір қиындықтар болды. Мен осы мамандық таңдауда ұзақ уақыт бойы ойландым. Кейін өзіме ыңғайлы мамандықты, өзіме қызық мамандықты таңдадым десем айтсақ болады. Осы ОБТ кезінде қобалжулар болды ма? Осы қобалжуларды қалай шешесіз? Иә, әрине қобалжу менде болды. Қобалжуды қалай шешеміз десеңіздер, қобалжу деген өзі неден пайда болады? Қобалжу егер сіз өзіңіздің біліміңізге сенімсіз болсаңыздар пайда болатын нәрсе. Сол себепті де егер сіздер сынаққа барардың алдында өздеріңіз білуіңіз керексіз. Мен мына бүкіл тақырыпты білемін, мен өзіме сенімдімін деген секілді өздеріңізге қолдау білдіріңіздер. Сол кезде сіздер өз білімдеріңізге сенімді болып кіріп, ешқандай да қобалжулық сезімдерін бастан өткермейсіздер. Болашақ мамандығын таңдамаған оқушыларға қандай кеңес беретін едіңіз? Егер сіздер болашақ мамандықты таңдамаған болсаңыздар, сіздерге тезірек таңдауға кеңес беремін. Егер қиындықтар пайда болып жатса, сіздер өздеріңіздің қызығушылықтарыңызға байланысты ата-аналарыңызбен немесе достарыңызбен ақылдасыңыздар. Ал егер болмаған жағдайда профориентолог мамандардың көмегіне жүгінсеңдеріңіздер болады. Осы ОБТ жолында ең көп өзгеріске алып келген сізде оқиға бар ма? Оқиғамен бөліссеңіз. Иә, менде бір оқиға бар. Мысалы, біз осы қыркүйек айының басында пробаны тапсырған болатынбыз, сыныппен барып. Сол кезде мен бір орташа деңгейдегі нәтиже көрсеттім деп айтсақ болады.
себебі бұл нәтиже менің грантқа түсуіме көмек бере алмадым, өте төмен деп айтсақ та болады. Сол кезде мен үйге барып кітапты ашуға деген құлшынысым да жоқ болды. Дәл сол уақытта маған құрбым звондады. Өзінің полный балдан алған балымен бөлісті. Сол кезде мен ішімде бір түрлі сезім пайда болды деп айтсақ та болады. Алайда бұл қызғаныш сезім емес, бұл өкініш сезімі. Сол кезде мен түсіндім, маған енді дайындықты 100% қолға алу керек екендігін. Қазіргі таңда мен күнде бір 10-15 параграф емес, аз да болса күнделікті тұрақты жасауға тырысамын. Осы ұбт жолында көптеген оқушылар мамандық таңдауда немесе осы таңдап жүрген кезде өздерінің мотивациялары түсіп кетеді. Ондай жағдайда не істеу керек деп ойлайсыз? Егер сізде осы ұбт жолында мотивацияңыз түсіп кететін болса, демек сіздің мақсатыңызбен проблема бар деген сөз. Сіз осы, демек сізге мамандығыңыз ұнамайды деген сөз. Себебі егер сіз мына мамандықпен орысша айтқанда гореть ететін болсаңыздар, сіздің көздеріңіз жанып, осы мамандық үшін жұмыс жасайтын боласыздар. Ал егер сіздер мотивацияңыз түсіп, оқығың келмейтін болса, демек сізде осы мақсатпен проблема бар деген сөз. Осы ұбт жолында көптеген адамдар 11 сыныпқа дейін өздерінің мамандықтарын таңдай алмай немесе болашақтарына деген көзқарасы басқаша болып, осы ұбт жолында өтеді деген рас па? Сіз оны қалай? Иә, мен ойымша, ұбт біздің тұлға болып қалыптасуымызға тікелей әсер етеді. Сол себепті де кейбір түлектердің ұбт барысында есейіп кетуі бұл қалыпты жағдай. Себебі біз мектепті бітіріп, басқа ортаға түсудің алдында тұрмыз. Сол себепті де басқа қалаға оқуға түсу, үйден кету деген секілді жағдай біздің есеуімізге тікелей әсер етеді. Сонымен достар, бүгін біз Кәусар екеуміз ұбт жолында өзіміздің сұхбатымызда сіздерге өте көп мағлұматтар бердік деп ойлаймын. Осы мамандықтарын таңдай алмай жүрген адамдарға немесе әлі шешпеген адамдарға осы біздің кеңестеріміз көмектеседі деп ойлаймын. Сізге рахмет, Кәусар, менің сұхбатымды қатысқаныңызға. Сонымен достар, біздің сұхбатымыз аяқталды. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.